Ассалаумағалейкум достар, біз бүгін Билайннан қалай тариф ауыстыру керек екенін үйретеміз. Ең бірінші телефонға кіріп жұлдызша 100 тор деп жібереміз. Бұл жерде міне Билайн бәрі интернет деп шықты. Қазір бірінші Билайн дегенге кіреміз. Міне тариф деп тұр, бірінші бірді жібереміз. Сіздің тариф жоспарыңыз SMS арқылы келеді дейді. Менің тарифім 100 SMS жолда 12 ГБ және басқа мобильді операторға арналған 100 минут бір айға беріледі. Топтамалардың қалдығын тексеру 106. Мен 1890 теңгелік тарифтемін. Енді қалай тариф ауысу керектігін көрсетейін. Осылай тағы да басып кіреміз. Ең бірінші бәрі деп тұр, бірді жібереміз. Бәрі. Тариф 1390 теңгелік, 1790, 2190, 2790, 3990 теңгелік тарифтер бар екен. Қазір бірінші 1390 теңгелік тарифті көрейік. 2 есе көп 4G интернет, бәрі айына 1390 теңге төлейді екен. Ақпарат алып көрейік. Ақпарат SMS-пен жіберіледі келді. Бұл тариф айына 1390 теңге, ай сайын 4 гигабайт интернет беріледі екен. Билайнға шексіз қоңырау соғуға және Қазақстан Республикасындағы басқа мобильді операторларға арналған 40 минут тегін қоңырау шалу мүмкіндігі беріледі екен. Бұл жерде тағы тарифтер. Қазір үшіншісі 2190 теңгелік тарифті көрейік. Қосылу тегін. Қосу бірді басып жіберсеңіз өзіңіздің қаражатыңыз жеткілікті болып тұрса өзі қосылады. Бұл тариф айына 2190 теңге салып ютубқа шексіз трафик дейді. Ақпарат алып көрейік. SMS арқылы келді. Бұл тариф бәрі айына 2190 теңге, 12 гигабайт интернет трафик беріледі екен. Бұл Қазақстан Республикасындағы Билайн номерларына шексіз қоңырау және басқа мобильді операторларға 120 минут тегін қоңырау шалу мүмкіндігі беріледі екен. Бұл тарифтердің барлығын өз қаражатыңыз жетсе қосу тегін. Назарларыңызға рахмет.